Адам организмдегі дәрумендер көптеген биохимиялық реакцияларда маңызды рөл атқарады. Ең маңызды дәрумендерге келесі дәрумендер жатады. С дәрумені сүт қоректілер үшін өте маңызды. Себебі ол қаңқаның құрылуына қатысатын дәнекер ұлпаны түзетін коллагеннің түзілуінде маңызды рөл атқарады. А дәрумені ретинол деп те аталады. Себебі оның көру процесінде әсіресе көз торының тиімді жұмыс істеу үшін маңызы зор. Бұл дәруменнің жетіспеушілігі көрудің нашарлауына немесе тіпті соқырлыққа алып келуі мүмкін. К дәрумені организм мен К1 дәрумені күйінде жұтылады. Ол жасыл көкөністер мен кейбір өсімдік майларында болады. Ол қанның ұюына қатысатын протромбиннің бөлінуін реттеп отырады. Д дәрумені сүйектер мен тістердің дұрыс қалыптасуы үшін қажет. Себебі ол кіші шекте сүйектің негізгі компоненттері кальций мен фосфордың жұтылуын ынталандырады. В12 дәрумені жасушаның бөлінуі кезіндегі нуклеин қышқылдарының дұрыс синтезделуі үшін аса маңызды. Бұл дәруменнің жетіспеушілігі эритроциттердің түзілуіндегі ақауларға алып келеді. Д дәруменнің ең маңызды рөлі біздің сүйектеріміздің негізгі құраушы блоктары болып табылатын тағамдарда болатын кальций мен фосфордың жұтылуымен байланысты. Д дәрумені сүйектері жылдам дамитын кішкентай балалар үшін аса қажет. Д дәруменінің жетіспеушілігі арахит деп аталатын сүйектің деформациясына әкелетін ауруды тудырады. А дәрумені дұрыс көру үшін қажет. Оның жетіспеушілігі ақшам соқыр немесе тауық соқыр деп те аталатын нашар жарықтандырылған жерлерде көздің әлсіз көруіне себепші болады. Сәбіз, асқабақ немесе өрік секілді құрамында қызғылт сары пигмент болатын көкөністер мен жемістерді тұтыну А дәруменіне деген қажеттілікті қанағаттандырады. Себебі бұл пигмент адам организмінде биологиялық белсенді дәруменге айналады. А дәруменіне бай тағамдық рацион теріге, тырнақтарға және шашқа жағымды әсерін тигізеді.